Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге маринадталған капустаны көрсеткелі отырмын. Бұл корей халқының жасайтын салаты өте жеңіл, дәмді. Сондықтан менімен бірге аяғына шейін көріңіздер. Бұл салатқа керегі сәбіз, чеснок, капуста, сумай, уксус және қызыл бұрыш, кориандр, қант, тұз. Және суымызды қайнатып, маринадын жасап аламыз. Енді қазір сәбізден бастаймыз. Сәбізді мынандай корейский теркіден өткіземіз. Міне сәбізімізді теркіден өткізіп дайындап алдым. Енді мен капустаның жартысын ғана алып отырып, енді сіздер жалпы қанша дайындағыларыңыз келеді? Бір тұтас капустаны жаңағы 3 килограмм, 4 килограммда не болады? Мұнда где-то 1 килограммдай бар. Бұны қолмен тураларыңызға да болады. 4 бұрыштығы әртүрлі. Мен жалпы мынандай теркіден өткіземін. Маған ұнайды, ұсақ болған. Сондықтан қазір мен міне мен капустарды да өткізіп алдым. Мынандай ұсақ, әдемі туралды. Енді әркім әрқалай кеседі. Кейбіреулерге ірісі ұнайды, жаңағы формасын әрқалайлық кесулеріңізге болады. Қазір мен чесногымды кесіп дайындап аламын. Чесногымызды тура дайындап алдым. Қазір міне менің суым қайнап жатыр маринадтағанға. Енді қазір жаңағы маринадқа мына дәмдемелеріміз саламыз. Жаңа мен сіздерге айта кеттім. Қызыл бұрыш, қант, тұз, кориандр. Жалпы, мысалы, менде бұл жерде 1 килограммдай капуста, 1 килограммға 1 қасық жаңағы 1 ас қасық тұз саламыз. Жалпы қатықпаған заң жоқ. Сіздер азайтуларыңызға болады, көбейтулер. Мынандай суын дайындаған кезде, рассолын дайындаған кезде сіздер дәмін татып көруіңізге болады. Бұрышты да қызыл бұрышты кім ұнатады, мысалы, ашты болған қызыл бұрышты көбірек салуға болады. Немесе жаңағы қызыл бұрышты ұнатпайтындар азырақ салуға болады, тіпті салмауға болады. Кориандр, бұл жерде мен капустан 1 килограмм болған себепті жарты қасық қана, жарты чай қасығымен кориандр салдым. Ал енді бұл жерде корей салаты болғандықтан қант кетеді, қант бірге. Бұл жерде мен бір ас қасық қантты не қылдым. Қазір дайындаған кезде, маринадын дайындаған кезде дәмін тағы да көрем. Сонымен қатар менде сумай. Егерде үлкен бір капустаны алатын болсақ, бір качанын алатын болсақ, ол жерде 3-4 килограмм болуы мүмкін. Онда жаңа рассолдарыңыз 1 литр, мен қазір жарты литр ғана дайындап отырмын рассол суын. Жарты литр ғана су құйдым. Оған мен жалпы бір 40 миллилитрде ғана сұйық майды құйғалы отырмын. Ал жалпы үлкен капуста турайтын болсаңыздар, 1 стаканмен толтырып су май құйсаңыздар дәмді болады. Енді қазір мен дайындаймын. Бұрыш, қант бәрін салып, қайнай тұрсын. Су майымызды да құйып жіберейін. Уксусымызды да құямыз. Уксусым 70%. Мен мына ас қасықпен толтырмай ғана құямын.
капустамыздың үстіне сәбізімізді, чесногымызды, салып араластырып аламыз. Енді қазір мен мына кастрөлге салып, сосын маринадтағы суымды құямын. Міне капустамыздың бәрін кастрөлге салып дайындап қойдым. Енді қазір қайнап тұрған суымызды құямыз. Жаңа тұзымыз, қантымыз, қызыл бұрыш бәрі көксіз сумай бәрін құйып алды. Енді мына туралған капуста үстіне құямыз. Міне құйдық. Енді мынандай тарелкемен басамыз. Үстіне тағы да ауыз зат қойып, бастырып қоя салуларыңызға болады. Мен міне қазір таңертең жасап тұрмын. Кешке жақынға шейін, жалпы 1 сағаттан кейін де жей беруге болады. Но кешке жақын ертең дәмі өте керемет болады. Енді осы салатқа жалпы арғада дайын болғаннан кейін сіздер қиярды да қосып турап салат жасауларыңызға болады. Немесе қызылшаны чөркіден өткізіп, қызылшаны қосуларыңызға болады. Әртүрлі салат түрін өзгертіп, әдемілеп столға қоюларыңызға болады. Сондықтан сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Маған өте керемет бұл салат ұнайды. Менімен бірге болыңыздар, жазылыңыздар.